Ал балалар, біздің үйімізге келіңдер. Мәссаған, неткен әдемі еді. Иә, өте әдемі. Ең бірінші мен ваннадан бастайын. Бұл ванна. Мәссаған, неткен әдемі еді. Ванна, ал бұл қол жуатын жер. Бұл қол жуатын жер, ал бұл шомылатын жер. Мынау тазалайтын әсіресе Анелияға. Ал мынау бумага, ал мынау туалет, унитаз. Ал бұл залда біз отырамыз, теледидар көреміз. Түсініңдер ме? Иә, мында болса төсектер бар. Ал бұл болса, бұнда келіңдер. Ал бұл болса, әкең екеуміз және де Аслан мен кішкентай Маринаның бөлмесі. Ал бұл болса, әкең екеуміздікі және де Аслан және де кішкентай бөпенікі. Бұнда бөпенің жататын, ұйықтайтын жері. Ал әкеңнің жұмыс жасайтын компьютері. Бұндай ойыншықтар. Ал мынау шкаф біздің киімдеріміз. Ал қыздар келіңдер. Енді сендерге көрсететін боламын бөлмелерінде. Бұл екеуіне арналған бөлме. Ой, мұнда зат жатыр екен. Бұнда киімдеріңді іліп қоясыңдар. Ал бұл свет. Ал мынау сендердің заттарың. Мәссаған, үйіміз осындай әдемі болады деп еш ойламаппын. Мен де сенің ойың кімге керек? Соны айтамын. Ал мұнда жүріңдер, қыздар. Бұл дастархан. Ал мынау Асланның отыратын жері. Ал бұнда біздің тамақтарымыз салынып тұр. Мінекей. Мұнда нан салып қоясыңдар. Ал бұл тамақ асуды жуатын жер. Ал мынау холодильник. Алдын ала бәрін ойластырып қойғанбыз. Ал балалар, біздің үйіміз осы. Ұнаған болса айтыңдар. Маған бұл үй қатты ұнады. Маған да. Саған айтқан жоқпыз ба сенің ойың ешкімге қызық емес деп. Иә, кешіріңдер. Бұл енді Аделия екеуміздің үйіміз. Аделия екеуміздің үйлеріңіз. Бұл үйді әкең сатып алған жоқ па? Не айтып тұрсың сен? Анашым, кешіріңіз. Асланды жерге түсір. Аслан, ана жерге сен сиясың ба? Қарап. Я, анашым, қатты сүйіп отырмын. Менің ақылдым, екеуіңе үй ұнаса болды. Маған бұл қатты ұнап қалды. Басында көргенде шамалы еді. Жиһаздарын қойғанда сұп-сұл болып кетті. Иә, әкешім, маған бәрінен де қатты ұнады. Әкешім, маған да қатты ұнады. Ал екеуінің бөлмелеріне барып жайғаса берсеңдер болады. Жарайды, анашым. Ей, тұршы қане, шошқа неме. Менің орныма жатып ал. Не болды, Аделия? Не үшін ашуланып жатырсың? Сен есуас менің жататын жеріме жатып алдың. Бірақ та бұл екеуміздің бөлмеміз еді ғой. Көріп тұрсың ғой, бұл бір адамға арналған екенін. Жарайды, мен кеттім. Оданша залға барды жат. Жарайды. Не үшін Аделия осындай екен? Отырғызбайды да. Ех, менің бөлмем, менің сөмкем, менің зат ойыншығым. Ех, бәрі менікі. Ал Анелияға ештеңе берген келмейді. Әкесі кухняға тамақтарын бәрін қойып болдық. Енді газге шай қойып жіберейін. Қазір шай ішетін боламыз. Жақсы, мен қазір досымның үйіне барып қайтамын. Жарайды, әкесі, барыңыз. Әйтеуір кетті ғой әкесі. Анелия!
Анеля! Анеля деймін, мен сен саңғырау қызға. Бара жатырмын. Анашым, не болды? Бұл қазір біз шай ішетін боламыз. Үшеуміз отыр. Әкең келгенше шайды дайындап қоятын бол. Жақсармышым. Бірақ та мен әлі заттардың орындарын есіме сақтаған жоқпын ғой. Сақтасаң да, сақтамасаң да маған бәрібір. Шайды жасап қоятын бол. Келе қой, Аслан. Әкесінің баласысың ба, әлде анасының баласысың ба? Келе қой. Біз ұйықтап тұрамыз. Жарайды. Ең бірінші Асланның кашасын беру үшін стакан алып алайық. Стаканға қояйық. Және жоғардан кашаны алайық. Оны стаканға қоямыз. Ал Асланның тамағы дайын, және де сүтін аламыз керекпіз. Жоғарда сүті дайын екен. Асланның тамағы дайын, енді қасағаны жасау қалды. Және де холодильниктен тауықтың етін аламыз. Және де тұздықты да аламыз. Қазір екеуін қосып етін жасайтын боламыз. Мінекей, сосын осындай ыдыс алып аламыз. Екеуін қосамыз. Мінекей, бізде осындай тауық еті шықты. Енді бұны пешке салып пісіреміз. Мінекей, салдық. Енді қашан піскенін күтеміз. Оған дейін дастарханды жасай берейік. Және де біз қазір десерт жасайтын боламыз. Бұның аты десерт пе екенін білмеймін. Әйтеуір мен оны десерт деп атаймын. Мінекей, бізде осындай нәрсе шықты. Бұны мен шаймен ішуге жасадым. Маған тағы біреуін жасау керек. Мінекей, тағы біреуін жасадық. Ал енді керек болып қалады, енді тағы біреуін қоямыз. Ой, су құйылып кетіпті. Өзім ішіп тастайын. Мінекей. Ой, шайнек қайнап қалыпты. Енді шайнекті мұнда қоямыз. Тауығымыз да пісіп қалыпты. Тауығымызды да шығарайық. Енді бәрін шақыратын кез келді. Анашым, Аделя, Аслан, келіңдер. Тамақ дайын, шай де дайын. Не? Анашым, бізді шайға тамаққа шақырып жатқан сияқты. Асылай ма кетті онда жүр. Аделя, қызым, тұра ғой. Қызым, ау анашым, жүр. Ана қыз бізге шай дайындап қойыпты. Туф, кафеден іше салайық деп едім ғой. Жарайды, ештеңе етпейді, жүр енді. Келе қой, Аслан. Отыр. Тауықты да дұрыс пісірмеген сияқтысың. Жоқ, анашым, мен оны өз қолымнан пісірдім. Анеля, сен ештеңе жемейсің. Тұр, Асланға тамағын бер. Содан кейін бізден қалған тамақтарды жейсің. Жарай ма? Жарайды, анашым. Келе қой, Аслан. Каша кетіп барады, ауызға. Ол саған кішкентай бала емес, дұрыстап берші тамағын. Жарайды, анашым. Енді сүтімізді ішейік. Болдым. Қолына беріп қой. Балам, болдың ба? Иә, анашым, ойнағым келеді. Ол ойнағысы келеді. Барда оны ойнатып кел. Жарайды, анашым. Келе қой, Аслан. Не ойнайсың, а? Мынаны ойнайсың ба? Әлде шылдырмақ ойнайсың ба? Келе қой, ойна. Мен қазір бөпені қарап алайын.
Енді бөпе. Ұйықтап қалдың ба сен? Келе қой. Жата ғой. Қызым, енді екеуміз отырып шай ішейік. Иә, анашым. Тауықтың иісі мұрнымды ашып барады. Оның тауығы ешқашан дәмді болмайды. Сонда да жей берейікші. Әрине, қызым, жейміз. Қазір мен екеумізге шай құяйын. Анау қыз сүт те қоймапты. Қазір өзім аламын, анашым. Шайынды дұрыс қайнатпаған. Өй, ақымақ қыз неме, анашым. Құрсыншы, онда есуастарды тыңдап не істейсіңіз? Ақымақ қыз неме. Сол қыз менің миымды ашытып бітті бар ғой. Десертті өзі дайындаған ба, өте дәмді. Солай шығар. Сонда да өте дәмді. Анашым, мен қазір қатты қуаныштымын. Менің бөлмемді қарасаңшы. Ендеше мен мына жерді жинастырып тастайын. Қызым, есің ауысқан ба сенің? Анашым, не қылдыңыз? Қалжың қызым. Сен бұл жерді жинастырмайсың. Анеля өзі жинастырады. Иә, ол қыздың бар екенін ұмытып қалыппын. Әкем қашан келеді? Білмеймін, қызым. Біз екеуміз жатып демалайық. Ал Анеля болса осы жердің бәрін жинастырып шықсын. Иә, анашым, кеттік. Әкең өзі қашан теледидар ойнатады екен, а? Анеля, ау, анашым. Анеля, ау, анашым. Мен саған анашымман ба не? Барда кухнядағы ыдыстарды жуда, посудаларды жуып таста. Жақсы ма? Жарайды. Ой, ештеңе қылмапты ғой. Қарны болса қатты ашып тұр. Жарайды, жинастыра салайын. Ыдыстарды жуатын жерге жуайын. Ыдыстарды салып болдым. Енді жуайын. Ыдыстар жуылып болды. Енді оларды алып үстіне салайын. Ыдыстарды қойып болдым. Шайнекті орнына қойып жібейін. Анашым, мен бәрін тазалап болдым. Енді демалайын. Қасыма отырмашы бір. Жоғал әрі.